Қалайсың Айсенем? Уалейкумассалам. Beygler bir canım, şirin canım otkay jaktı da kete. Yalganı yok bu sözüme sen anan. Мың жылбанас айлабе бақты да кетті. Ялғаны жоқ бұл сөзіме сен анан. Мың жылбанас айлабе бақты да Осылай жүргенім шетерлі болар Айсенем. Үйіңе жаушын жіберсем, қайтарып жібермейсің бе? Жаушыңызды бірінші жіберіп ала берім, шуабым сабып қалсын. Хау, Айқыз, не қылып жүрсің? Енем сені іздеп қалды ғой, бара ғой шеш. Ассаламу алейкум жеңге. Уалейкум ассалам. Сен ана Қалмұрат Шопанның інісі емессің бе? Ава. Айқызбенен не қылып жүрсің? Сіздің бекешіңізбен бір-бірімізге көңіл қойып жүрміз. Хау, биағы қызық болды ғой. Айқыз маған айтқан жоқ қой? Үй алып жүрген шығар. Жүріп істегенде неше ай болды? 6 ай болды. Жәрдем берсеңіз, Айсенем үйіне айтуға қысым жүрген шығар. Хау, яқшы енемменен сөйлесіп көрейін. Бір кесе шайдың үстінде сөйлесетін гап бар ғой ене. Хау, не болды қызым, амалық бар? Қалмұрат Шопанның інісі Ерназар менен Бикеш көл қосып жүрген екен көп уақыттан бері. Айбу, Келінжан, мен де соны қанша уақыттан бері сезіп жүрмен. Айсенемнің өзі айтама деп күтіп жүредім. Енді Бикеш қысылды ма дедім да, менің бір жеңгелік қылып айтатын жерім бар ғой ене. Ау, дұрыс қой сенікі Келінжан, дұрыс. Ерназарда жаман жігіт емес. Әкесі менен бір маслихат есту керек. Айсенемнің күйеуіне қарайды ғой сірә әкесі. Ерназар жаушы жіберемен деп еді. Сіз рұқсат берсеңіз болды. Ау, менің рұқсатым не шешеді? Әкесі менен бір сөйлесу керек. Онда атама айтып көресіз ене. Ауа, айтаман ғой. Ағасы, сізбенен бір маслихат ететін жұмыс болып тұр ма? Қауқай, амалық па? Ау, амалық қой. Сізге айтсам бекен, айтпасам бекен деп ойланып жүр едім. Қалмұрат Шопанның інісіменен біздің қыз күйеу қосып жүр екен. Қауқай, қашалы берлі. 6 айдай болып қалған ұқсайды. Жаушы жіберемен деме, сондай бар. Онан маған айтқан жоқ, жеңгесіне айтқан. Яш, келсін көрерміз. Қалмұрат та Ерсұлтанна жақсы жігіт, шаңынды ғой. Яқшы ағасы, не қылсын, жаушыларын жібере берсін бе? Яқшы, келе берсін, көрерміз. Ана жерде сен Ерназар күтіп қалды ғой. Әкең разылығын берді, барып сөйлешеш. Жаушысын жіберсін. Яқшы. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Әкем разылық берді. Рас па? Ауа. Онда ағам Саскеде жаушылыққа барады. Яқшы, мені жеңгем күтіп қалды. Ассаламу алейкум аға. Уалейкумассалам балам, төрлет. Аға, енді менен жол болсын зора. Ау, айта бер балам. Менің інім менен сенің қызың көңіл қойып жүр екен. Хабарың бар шығар. Келін, шайып ке. Ау, хабарың бар балам. Шаңарамен бір ойласып көрейін балам. Яқшы аға. Қызды не үшін ұзатады? Ау, қызым, қызды ұзату деген Қарақалпақтың милли салт дәстүрлері ғой. Ау, ұзатуда одан да көплеген салт дәстүрлер болады. Ау, және қандай салт дәстүрлері бар? Ау, кемпір өлді деген салт дәстүр бар. Зәңгі басар деген салт дәстүр бар. Қалта қарау деген салт дәстүр бар. Иіліп сәлем бересің ертесі. Ақ липасың бойыңа жарасып тұр ау жар, қыз ұзату тойыңа мұнасып тұр ау жар. Жылама қыз жылама,
келін ау, саған анаң айтпаған ба? Не? Тазадан түскен келін бір зелеп шай қояды ғой. Яхшы,